Сәлем достар! Сіздермен бірге кезекті сұрақ-жауап айдары және оның жүргізушісімен Дина Төлеубекова. Олай болса, біз бастаймыз. Бірінші Жадыра Абдрахман есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Сәлеметсіз бе? Әскери қызметші теріс уәждер мен қызметтен шығалады ма деп сұрапты. Сәлеметсіз бе? Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңның 38-ші бабы 2-ші тармағы 13-ші тармақшасында көзделгендей, мемлекеттік немесе әскери қызметтен, соттардан, құқық қорғау және әділет органдарынан теріс уәждер бойынша шығарылғандар өкінішке орай келісімшарт бойынша әскери қызметке орналаса алмайды. Келесі Нұрбол Төлебаев есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Біздің кезімізде көзілдірік тағатын жігіттерді әскерге қабылдамайтын еді. Қазір ешқандай шектеу жоқ па деп сұрапты. Сәлеметсіз бе, Нұрбол? Азаматтардың әскери қызмет өткеру үшін олардың денсаулық жағдайына қойылатын талаптар Қорғаныс министрінің нөмірі 722 бұйрығымен реттеледі. Онда көзделгенде азаматтардың сырқатының түрі, асқынуы және жағдайына байланысты медициналық тексеру барысында оның санаты нақтыланып барып, қажетті әскер түріне әскерге жіберіледі. Келесі Есен Бейсенғалиев есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Сәлеметсіз бе? Шоқан Уәлиханов атындағы колледж бітіргеннен кейін офицер болу үшін қандай оқуға барған дұрыс? Қашықтықтан деп жазыпты. Сәлеметсіз бе, Есен? Қорғаныс министрлігінің институттарында қашықтықтан білім беру жүйесі жоқ. Әскери жоғары оқу орнында білім алу барысында барлық курсанттар институт аумағындағы казармада тұратын болады. Ал оқуға түсу кезінде жас ерекшелігі маңызды. Толықтай ақпаратпен әскери оқу орындарында оқуға қабылдау қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бұйрығымен таныса аласыздар. Бүгінге осы қызықтырған сауалдарыңызды Қорғаныс министрлігінің әлеуметтік желілеріне жолдасаңыздар болады. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.